Сәлем достар, бүгін Google іздеу жүйесінің құпиялықтары сабағының жалғасы. Google әлемдік интернет базасы, одан кез келген ақпараттарды іздеуге, кез келген мүмкіндіктерді пайдалануға болады. Сол мүмкіндіктердің бірі осы хаккерлер жағынан сайттарға шабуыл жасау. Ол осы Google іздеу жүйесінен пайдаланып сайттардың ең осал тұстарын тауып шығады. Мысал ретінде қостықке логин HTML. Логин HTML әдетте сайттың басқару жүйесіне ену адресі, яғни құжат атауы. Google іздеу нәтижесінде міне барлық сайттардың басқару жүйе адресі шықты. Мінекей. Бұл сайттардың барлығы басқару жүйесінің адресі. Сіз осының адми мен құпия сөзді білсеңіз, сіз басқару жүйесіне енесіз, сол арқылы мақала, ақпараттар салады. Мына сайттың аккаунты демо, сосын паролда демо. Мінекей. Сайттың басқару жүйесіне кіріп кеттік. Енді мына админ, сосын басындағы логин HTML бұл құжат, сайттың құжаттық атауы админ. Ал басында көрініп тұрған админ логин, ол сайттық беттің атауы, яғни тайтл. Не жерде көрінгендегі міне. Бұл сайттық беттің атауы, ал мынау сайттық құжаттың атауы. Біз іздеу жүйесінде осылай белгіледік. Яғни құжаттық атау, логин, сосын HTML дедік. Google сол арқылы бүткіл сайттардың құжаттық атауы арқылы басқару жүйесін көрсетіп берді. Яғни біз сайтқа қалай кіреді, басқару жолы қалай, соны таптық. Енді құжаттық атауымен бірге сайттық беттің де атауын енгізуге болады. Мысалы, ен тайтл. Қос нүкте. Енді логин админ дей салайын. Міне, құжаттық атауымен бірге сайттық беттің атауы арқылы да енуге болады. Енді сайттық беттің атауы дегені мына басында көрініп тұрған ғой, жаңа басында түсіндіріп айттым сіздерге. Логин деп тұрған. Админ логин деп тұр. Әдетте WordPress жұмыламен жасалған системаларда WordPress-ің басқару жүйесінің соңында WP, сосын админ деп тұрады ғой. WP. Енді бұл жекелік сайттар. Енді хаккерлер басқару жүйесін адресін тапқаннан кейін, олар осы адми мен құпия сөзді қалай таба алады? Ол енді әртүрлі сайтқа шабуыл жасаудың өзі көптеген түрлер бар. Көптеген жолдармен кіре алады. Соның біреуі осы Google іздеу жүйесінен пайдаланып, сайттың осал тұстарын табады. Енді жаңағы мен айтқандай, осы сайт жасап жүрген адамдардың көбісі біледі. Сайт жасауды енді үйреніп жүрген адамдарға айтпақшымын. Осы сайттың басқару жүйесіне енетін осы құжаттық атауды өзгерту керек. Осы құжаттық атау админді, болмаса логинді өзгертіп тастау керек. Сосын жаңағы сайттық беттің, яғни құжаттық беттің атауын, жаңа тайтл деген, соны да өзгерту керек. Не жерде басында тұр ғой, не тайтл. Осыларды өзгертіп тастау керек. Сондықтан өзгертіп тастасаңыз, Google іздеу жүйесінен ол енбейді. Хаккерлер іздеген кезде, оны бұзып кіру үшін сенің сайтыңа шабуыл жасап кірмекші болғанда, сен оны жасырып тастасаң, ол Google іздеу жүйесі таппай қалады. Ал енді осы админ мен құпия сөзді табудың өзінде де Google көмектесе алады. Мысалға, ен тайтл деп іздеп